Құрметті оқырмандар, барлықтарыңызға сәлем. Мен Бағала орталығының педагог-психологы Аида Бақтыбекқызы. Бүгін бала не себепті аяғының ұшымен жүреді деген тақырыпты сіздерге айтқалы отырмын. Аяқтың ұшымен жүру бұл балада болатын қалыпты нормалық этаптардың бірі. Бұлшық ет, балтыр бұлшық етінің гипертонусы балада өздігінен болатын құбылыс. Яғни бала бір жарым жаста аяғының ұшымен жүрсе, бұл қалыпты жағдай. Мидың дамуы әр балада әртүрлі болғандықтан, кейде 2 жас, 2 жарым жасқа дейін бала аяғының ұшымен жүрсе, ол қалыпты жағдай болып есептеледі. Бірақ 2 жастан асқаннан кейін бала әлі де ұзақ уақыт аяғының ұшымен жүре берсе, онда педиатр мамандарына, невропатологқа көрсету керек. Себебі 2 жасында баланың ми қыртысымен дене мүшелері бір-бірімен байланыстыратын нейрондар толық қалыптасып бітеді. Сол кезде бала аяғын толық басып жүруі тиіс. Егер осы дамудағы осы этап тежеліп жатса, немесе дұрыс емес дамып жатса, онда себептерін іздеу керек. Себептері жатыр ішіндегі гипоксиядан болуы мүмкін. Тағы да бір себебі ахилл сіңірінің дұрыс емес қалыптасуынан болуы мүмкін. Ахилл сіңірі дегеніміз балтыр бұлшық еті мен табан бұлшық етін байланыстырып тұратын ірі сіңір. Осы сіңір дұрыс емес дамыған жағдайда, немесе тым қысқа болып дамыған кезде баланың өкшесі көтеріліп тұрады. Тағы бір себебі ходуновтың кесірінен болуы мүмкін. Тағы бір себебі баланың тактильді гиперсезімталдығы жоғары болғандықтан, бала табанын жерге басқан кезде жағымсыз сезінуі мүмкін. Яғни миға сигнал 2 есе барғандықтан бала табанын көтеріп алады. Осы мәселелерді шешу үшін ең алдымен дәрігерге қаралу қажет. Невропатолог маманы ең алдымен массаж және ЛФК-ны ұсыну қажет. Невропатолог маманы баланы ортопедке немесе хирург маманына жіберуі мүмкін. Ортопед мамандары ортопедиялық киім, ортопедиялық аяқ киім, тірек құралдарын ұсынуы мүмкін. Хирург мамандары егер жаңағы айтқан ахилл сіңірі тым қысқа болып дамыса, онда ахилл сіңірін кесіп, ұзартып, операциялық жол жасауы мүмкін. Бұл мәселемен психолог мамандары да айналысуы қажет. Психолог мамандары ми жарты шарларын дене мүшелерімен байланыстыра отырып, нейропсихологиялық жаттығулар жүргізеді. Бала көреді, ойланады, қабылдайды, өз әрекетін жоспарлайды және әрекет жасайды. Жаттығулардың барлығында біз ауырлатқыш, яғни салмақ беретін құралды кигіземіз. Бұл құралдың пайдасы мол, яғни әртүрлі салмақта болады, жеңіл түрі, ауыр түрі болуы мүмкін. Яғни бұны белсенді жаттығу жасаған кезде үнемі кигіземіз. 30-40 минуттан 1 сағатқа дейін осы құралмен жүре берсе болады. Қорытындылай келе, дәрігерлер бар, психологтар бар, кешенді жұмыс жасай отырып, баланы табанымен толық басып жүруге жеткізуге болады. Назарларыңызға рахмет.